Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі шебер сынып көптеген әріптестеріміздің сұранысы бойынша қалай слайдтан видео жасап жинақтауға болады, яғни біріктіру туралы болмақ. Ендеше видео жасау үшін слайдымызды дайындап аламыз. Дайындап алған слайдты өзімізге ыңғайлы жерге сақтаймыз. Және де пуск батырмасы арқылы PowerPoint бағдарламасына кіреміз. PowerPoint ашылғасын, мына төменде біздің слайдымыз дайын тұр. Слайдты басып ашамыз. Слайдты ашқаннан кейін видео жасау үшін слайд-шоу батырмасына барып, записать слайд-шоу батырмасын басамыз. Бізде міне видео жасауға шығып тұр. Төменде видео және аудио. Өзіңізді түсіргіңіз келсе видеоны қосасыз. Яғни видео түсіруге де, аудио жасауға да болады. Видео жасап болғаннан кейін, ол видеоны қалай жинақтап сақтаймыз? Ол үшін «Что вы хотите сделать» деген батырманы басып, «Экспорт видео» деп жазамыз. Менде «Экспорт видео» деп жазылып тұр. «Экспорт видеоны» басқаннан кейін, мына жерде сақтауға арналған командалар шығады. Сақтауға арналған командалардың ішінен видеоның көлемін өзіңіздің ыңғайыңызға қарай өзгертесіз. Стандартқа қойсаңыз да болады, және де «Создать видео» деп сақтаймыз. Видео толық сақталғанша күтеміз. Және сізде видео дайын. Видео сақталып жатыр. Күтіп тұрмыз. Видеомыз толық сақталды. Құрметті әріптестер, бүгінгі шебер сынып сіздерге ұнайды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет.